Саламатсыздарбы? Бүгүн биз математикалык онлайн тактамен таанышатын боламыз. Ол полипад деп аталат. Запустить деген батырманы басамыз. Мінекей. Сол жак бөлүктө куралдар сайманы тур, ортаңғы бөлүктө биздин тактамыз, астыңғы бөлүктө ар түрлүү ручка, каламсап, түз тандоо барлыгы тур. Сол жактагы куралдар сайманынан өзүбүзгө кажеттүү куралдарды сандап, соларды карап чыксак болот. Мынекей биринчи ол геометриялык фигуралардын төрсүн барлыгын өзгөртүп, өзүбүз каалаган кажеттүү түрүн тандап алсак болот. Мынекей осундай да түрлөрү бар. Мынекей танграмм адиси аркылуу осундай ар түрлүү фигураларды алып, осулай курастырып чыксак да болот. Яғни бул биз окуучуларды сергитүү сайтында колдонууга болотун такта десек де болот бир жагынан. Мынекей ар түрлүү объектилерди коюп, онун ачылган кезиндеги бейнесин баардыгын осулай көрүп чыксак болот. Мынекей мисалы пирамиданы ачып көрөйүк. Келесі посуда деген бөлімге кірсек, әр түрлі құралдар бар. Яғни мысалы циркульді алып, циркульмен шеңбер сызсақ болады. Сондай секілді линейкаларды алсақ болады. Енді басқа да құрал саймандарын қарап шығайық. Числа. Міне әр түрлі сандарды алуға болады. Сонымен қатар мінекей өшіру үшін құралдар сайманынан өшіргіш таңдау арқылы осы өшіріп тастасақ болады. Әр түрлі кездейсоқ сандарды таңдау арқылы осындай әр түрлі сергіту сәтіне пайдалануға болады осындай құралдарды. Мінекей тіпті осындай шеңберді таңдау арқылы оқушыларды түспен топқа бөліп, сол топқа тапсырмаларды осылай кездейсоқ таңдау арқылы тапсырмалар беруге болады. Яғни әр түрлі фантазияға қарай, идеяға қарай осыларды қолдана берсек болады. Ал енді мындай игры деген бөліміне кірейік. Мінекей. Мінекей игры деген бөліміне кірдік. Ішінде осындай фортепиано, шахмат, әр түрлі сағаттар салынған. Сонымен қатар осындай доминоны да балаларға ойнатып, сергіту сәтіне қолдануға болады. Ал сақтау үшін осындай өзіміздің учетный записімізге кіріп сақтай аламыз. Назарларыңызға рахмет.